Бүгінгі жұмысы мені балконды жинау болды. Мына киілмейтін киім, құр тұрған киімдердің барлығын алып беретіндерге беріп тастайын дедім. Соны жинастырып, бір еттеп балалардың киімін үтіктеп, орнына қоям дегенше кәдімгідей тапа-тал түс болған. Қарным шорылдап, холодильникті ашсам, жейтіндім жоқ, не сүт жоқ, не жұмыртқа жоқ. Сөйтсем, мына кефир, мен бармын ғой дейді, айналайын, сенен дым пісіре алмаймын, не жұмыртқа жоқ. Короче, басқа амалым жоқ деді ғой. Сосын ойланып тұрдым да, бұдан не істеуге болады деп кефирді алып бір стакан қостым. Оның үстіне бір қасық содасын салып, жақсылап тұрып, араластырып алып, 3-4 қасық қант саламыз да, үстіне ұнымызды салып, осылай жақсылап қоюланғанша араластырып аламыз. Содан кейін қызып тұрған табамызға сәл ғана май құямыз да, осындай керемет аладушки пісіріп аламыз. Оказывается, жұмыртқасыз осылай пісіруге болады екен. Сіздер білдіңіздер ма? Мен білген жоқпын. Білсеңіздер жаза кетіңіздер. Өте дәмді болып шығады екен. Балаларыңыз да дымын қалдырмай